Hi dear children. Some, any белгісіздік есімдіктерін қайталау. Some, any аудармасы біраз, бірнеше. Екеуінің айырмашылығы some болымды сөйлемдерде қолданылады, any болымсыз және сұраулы сөйлемдерде қолданылады. Екеуі де зат есімнің жекеше түрінің алдында және саналатын және саналмайтын зат есімдермен қатар қолданыла береді. Мысалы, we need some apples. Бізге біраз алма керек. Болымды сөйлем some белгісіздік есімдігін қолдандық. Бұл саналатын зат есім. Саналмайтын зат есімдер. Мысалы, rice немесе milk. We need some rice, we need some milk. Келесі, болымсыз сөйлем. Болымсыз сөйлемде біз any белгісіз есімдігін қолданамыз. We don't need any tomatoes. Бізге ешқандай қызанақтар қажет емес. We don't need. Немесе саналмайтын зат есім. We don't need any rice. We don't need any sugar. Сұраулы сөйлемде біз тағы да any белгісіздік есімдігін қолданамыз. Do we need any tomatoes? Do we need any rice or sugar? Көріп отырғанымыздай, some және any белгісіздік есімдіктері саналатын және саналмайтын зат есімдермен қатар қолданыла береді. Бізге зат есімнің заттың нақты саны белгісіз болғандықтан, біз белгісіздік есімдіктерін қолданамыз some және any. So let's practice. I have got bananas for Kim. Сөйлем қандай бізде? Сөйлем болымды. Демек, қайсы белгісіз есімді қолданамыз? Some ба әлде any ма? Болымды сөйлем болғандықтан some белгісіздік есімдігін қолданамыз. I've got some bananas for Kim. Менде Кимге біраз банандар бар. There aren't oranges on the table. Сөйлем қандай? Are not деп тұр. Болымсыз сөйлем. Демек, any. There aren't any oranges on the table. Have you got brothers and sisters? Сөйлем болымсыз. Сол себепті any белгісіздік есімдігін қолданамыз. Have you got any brothers and sisters? So that's it for today. Thank you for attention and good luck.